Зере өзінің қатарындағы сәбилерге қарағанда өте ерекше болды. Ең алғашқы қимылдары Айнаш намаз оқып отырғанда дәл сол намаздың қимылдарын қайталау болды. Әр намазда дәл солай артына отырып, Айнаш не істесе соны бұлжытпай қайталайтын. Анасын келер дейме үнемі есік жаққа алаңдап отырушы еді. Дәурен 4 қызын алып келіп Зеренің туылған күнін атап өтті. Ал Перизат үйге келе тұра тек терезе сыртында тамашалап кіруге дәті жетпеді. Өзін ақтап алуға дәрменсіз еді. Қызына қалай, не деп түсіндіретінін білмес еді. Тек үнсіз сырттан бақылап тұрды. Айнаш та қызының осылай істейтінін сезгендіктен барынша терезеден бәрі анық көрінеді ыңғай жасады. Тіпті терезенің сырт жағына алдын ала бойы жетпей қалмас үшін орындықта дайындап қойған болатын. Үнемі келесі жолы міндетті түрде кіріп қызыммен, анаммен сөйлесемін деумен өзін тежей берді. Зеренің тілі ерте шықты. Сөздері дәл үлкен кісінікіндей, дәл біреу үйретіп қойғандай сөйлейтін. Айнаш бұл жолы намазын аяқтап, Зерені әңгімеге тартты. Зере, қызым, сен не істеп отырсың? Ал мен не істедім? Білмеймін. Білмесең неге менің қимылдарымды қайталап отырсың? Сіздің не істейтініңізді білмеймін, бірақ сіздің жаман нәрсе істемейтініңізді білемін. Өйткені сіз өте жақсы адамсыз. Өзіңіз айтыңызшы, сіз күнде неге бұлай жасайсыз? Мен Аллаға құлшылық жасаймын. Ал Алла деген кім? Дұға деген не? Алла қалаушы, оның қалағаны болады, қаламағаны болмайды. Тіршілік иелерін өлтіру, тірілту, бақытты не бақытсыз ету, бай не кедей болу Алланың еркінде. Бәрі Алланың қалауымен болады. Кім Аллаға шын ниетпен дұға жасаса, ол оның тілегін тез арада қабыл етіп, сұрағанын береді. Олай болса, мен де дұға жасап, өзіме іні сұрасам береді ме? Жаным, құлыншағым, әрине береді. Сонда анашым мені жақсы көріп, мені алып кете ме? Анаң сені жек көреді деп кім айтты? Аналар ешқашан өз балаларын жаман көре алмайды. Олай болса, неге анам мені алып кетуге келмейді? Келеді ботам, келеді. Айнаш Зеренің үлкендердің әңгімесін түсініп, өз анасының жолын тосып жүргенінен бейхабар еді. Бұл сөздерді естігенде жүрегі қарс айырыла жаздады, өз ісіне өкінді. Қаншама апелеп бақса да ананың орнын ешкім баса алмайтыны ұқты. Дереу Перизатқа қоңырау шалып үйіне жетуін сұрады. Перизат кейінге сырғаннан мәселенің шешілмейтінін ұғып, қызы мен анасына баруға бел буды. Келген кезде Айнаш намаз оқу үстінде болатын. Анасының іс-қимылдарын қайталап, соңында алақан жайып, бетін сипаған қызын көргенде еңкілдеп жылап жіберді. Перизатты көрген бойда Зере, анашым деп құшағын жая жүгірді. Қызым, құлыншағым, ботақаным, кешірші, менде ақымақ анаңды. Анашым, жыламаңыз, мен сіздің келеріңізді білдім. Рас па? Қайдан білдің? Себебі мен кеше Алладан сіздің мені алып кетуге келуіңізді сұрап дұға жасадым. Әжем айтқан болатын, Алладан не сұрасаң да береді деп. Әжең өтең дұрыс айтыпты құлыным. Перизат шыдай алмай көзіне жас толып тұрған анасының мойнына асыла кетті. Екеуі тек бір-біріне кешіріп, сұрап ұзақ уақыт жылай берді. Анасы мен татуласып, қызын үйіне ала кетер жолда дүкеннен қызының қалағанын алып беріп, қажет заттарын алып, неше түрлі тәттілер, бәліш, самса, торт бәрі-бәрін пісіріп дастарханды жайнатып, отбасы мүшелерін бір-бірлеп күлімдеп қарсы алды. Отағасының қуанышына шек болмады. Сол күні қызын қолынан тастамай көтеріп жүрді. Зере әпкелерімен ойнап жүрген болатын, бір кезде көрінбей қалды. Перизат пен Дәуреннің Зересі зәр түбіне кетіп еді, бірақ өз көргендеріне таңырқап тосылып қалды. Зере бөлек бөлмеде сөзін білмесе де, үнсіз Айнаштың көргендерін бұлжытпай қайталады да, соңында алақан жайып,
бірдеңелерді айтып бетін сипады. Перизат, солай отыра бермексің бе? Қызымыздың тілегін орындамаймыз ба? Қандай тілек, түсінбедім. Қандай болушы еді? Оған іні сыйламаймыз ба? Дәурен де Зере бұл үйден кеткелі оған қол тигізбеген болатын. Бұл түн оларға алғашқы неке түніндей тәтті болды. Ерлі зайыптылар ұйқысыз өткенде еске алып бір жылап, бір күліп таңдатырды. 3-4 жеті өтіп, Перизат өзін жайсыз сезіне бастады. Ештеңе жегісі келмейді, жесе қайтарып тастайды. Иә, дәл сіз сездіңіз, ол 6-шы құрсақ көтерген болатын. Анашым, сіз ауырып қалдыңыз ба? Жоқ құлыным, мен де бәрі жақсы, тек аздап мазам болмай тұрғаны. Неге, не болды? Зере қыңқылдап айтпасына қоймады. Мен саған көп күннен соң бөпе әкеліп беремін. Менің мына ішімде кішкентай бөпе пайда болыпты. Зере, алақай, енді менің інім болады. Құдайым, саған көп рахмет. Сен ең күштісің, сен жақсы көремін. Менің тілегімді орындағаның үшін саған көп рахмет деп ары жүгіре берді. Перизат құрсағындағы сәби ол немесе қыз екенін білмесе де, қызының бұл сөздеріне мәз мейрам болды. Уақыты жетіп дәрігерге қаралып олды болатынын естігенде, Дәурен мен Перизат үйге жеткенше асықты. Жеткен бойда Зерені көкке лақтырып, екі бетінен сүйіп рахмет айтумен болды. Сәбидің тілегі қабыл болып, ай күніне жетіп, шекесі торсықтай ұл дүниеге келді. Бақытты өмірлері жалғасын таба берді. Құрметті тыңдаушым, каналға тіркеліп бізді қолдап кетіңіз.